زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allah'ın қалауымен Умдатул Ахкам кітабынан ораза кітабын оқуды жалғастырамыз. Және бүгін Аллахтың қалауымен бізде соңғы сабақ шейхтің келтірген бабы айтады, бабу лейлатил қадр, қадір түні туралы баб. Және де қадір түні неге қадір түні деп аталды деп айтатын болсақ, Ахмад Нәжми айтады, бұл жерде ғалымдар арасында 5 түрлі мағына бар деп айтады. Біріншісі, себебі бұл түннің қадірі бар, яғни абзал түн, мекені жоғары болған түн болғандықтан бұны қадір түні деп айтқан екен. Екінші мағынасы неге қадір түні деп аталады? Себебі сол түні адамдардың тағдырлары жазылады. Тағдырлар, яғни періштелердің қолындағы кітаптарда адамдардың тағдырлары жазылады. Яғни бұл жерде басқа сабақтарда айтқандай, лаухул махфуз, яғни Аллахтың қолындағы кітапта еш нәрсе өзгермейді, алайда періштелердің кітаптарында, қолындағы кітаптарында тағдырлар өзгереді. Үшінші мағына, себебі бұл түні кімде-кім, яғни сол түннің күндізгі уақытында адам оразамен өткізіп, құлшылықта өткізіп, түнін намазда өткізетін болса, сол адамның қадірі Аллахтың алдында жоғары болады. Сол адамның орны Аллахтың алдында ерекше болады деген мағынаны білдіреді. Келесі мағына, бұл тағдыр деген сөздің араб тіліндегі тағы да бір мағынасы, ол не? Жаңағыда тадиқ деп айтады. Тадиқ деген, яғни толып кету, яғни бір жерде симай кету. Неге өйтіп айтылады? Себебі сол түні періштелер жерге көп түседі екен да, толып кетіп орын қалмай қояды екен. Және де Ахмад Нәжми айтады, және де осы сөздердің түгелі үшін қадір түні деп атады деп тұр. Яғни осы пікір дұрысырақ деп имам Ахмад Нәжми айтады екен, рахматуллахи алейхи. Абдул-Ғани Ал-Мақдиси келтірген хадистерге келетін болсақ, ол айтады, ан Абдилла ибн Умар радияллаху анхума, инна риджалан мин асхаби наби саллаллаху алейхи ва саллама уру лейлатал қадри фил манами фи саб'ил авахири мин Рамадан. Фақала набию саллаллаху алейхи ва саллама, ара ру'якум қад таватаат фи саб'ил авахир. Фаман кана минкум мутахарриян фалятахарриха фи саб'ил авахир. Абдулла ибн Умар радияллаху анхуның хадисінде ол айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың бірнешесі тағдыр түнін Рамазанның соңғы 7 күнінде көрген екен. Түстерінде Рамазанның соңғы 7 күнінде тағдыр күні, қадір түні болатынын олар көрген екен түстерінде. Сол кезде Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям нағдып айтады, сендердің түстеріңіз жиналып қалыпты, яғни әр қайсыңыз, әр түрлі адам бірдей түс көрді деп тұр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан кімде-кім қадір түнін іздейтін болса, оны Рамазанның соңғы 7 түнінде іздесін деп айтады екен. Бұл хадистің негізгі тақырыбы қадір түнінің уақыты қашан болады. Және де бұл хадисті қарайтын болсақ, Пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының хәлін білеміз. Бұлардың хәлі, олар әрдайым құлшылық жасаумен, әрдайым ораза ұстаумен, әрдайым Аллахты еске алумен, әрдайым намаз өткізумен, Құран оқумен, зикір жасаумен өткізетін болғандықтан, олардың хәлдері ояу жағдайында қалай болатын болса, ұйықтаған кезде де солай болатын. Яғни жақсы түстер көретін болған, түстерін түгел құлшылықпен байланысты болатын болған, зикірлерді көретін болған, қадір түнін көретін болған, мысалы, көрдіңіз ба? Ал қазіргі біздің жағдайымыздан ерекше. Біздің қазіргі түстерімізді келетін болсақ, Аллахул мустаан, әртүрлі дүниенің нәрселерін көреміз, әртүрлі жаман нәрселерді көреміз. Сондықтан бұл нәрсе сахабалардың Аллахтың алдындағы және де ислам дініндегі орнына дәлел болып есептеледі. Ал бізде ислам дінінде түстің неше түрі болады? 3 түрі болады. Хадистерді жинап келетін болса, ғалымдар айтады, 3 түрі болады. Бірінші түрі бұл Аллах тағаладан болған түс. Аллах субханаху тағала періштелер арқылы өзінің құлына осындай бір
түстерді көргізеді, жақсы түстерді көргізеді. Және бұл түстерді, ондай түстерді көру ол не ислам дінінде қызықтырылады, және де бұл нәрсеге адам мадақталады, ислам дінінде. Екінші түстің түрі оны араб тілінде хилм деп айтады. Хилм деген не ол шайтаннан болатын түс, яғни шайтан келіп адамның ойына жаман нәрселер салады. Және де үшінші түстер ол қандай? Ол адамның көп ойлай бергендіктен көретін нәрсесі, яғни күндіз бойы көп нәрсені ойлай берсе, соны түсінде көреді екен. Сондықтан біздерде түстердің түрін айтқан кезде сол бірінші түс туралы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: пайғамбарлық бітті, пайғамбарлықтан тек қана түстер ғана қалды деп тұр. Сондықтан түс, яғни түс көру, бұл пайғамбарлықтың 46-дан 1 бөлігі дейді. 46-дан 1 бөлігі деп айтады. Яғни не деген сөз? Адам түс көрген кезде бұл Аллахтан болып қалуы мүмкін. Және де оның рас екенін қашан біледі адам? Яғни бұл деген сөз түстерге қарап біздер бір үкімдер аламыз, немесе бір нәрсе болашақты білеміз деген сөз емес, жоқ. Біз ол түстің анық екенін, Аллахтан екенін қашан білеміз? Ол орындалса ғана білеміз. Ол түс орындалса ғана біз білеміз. Сондықтан жаңағыдай осы сөздерді естіген кезде, осы нәрселерді естіген кезде адамдар енді түске қарап біздер пайғамбарлық болғандықтан енді үкім ала берсек болады деген мағына шықпайды. Алайда бұл жерден алынатын пайда, түсті басқа адамға айтқан кезде өтірік айтуға болмайды. Неге? Себебі ол пайғамбарлықтың бөлігі болып қалса, сен пайғамбарлыққа өтірік айтып қойған болып қаласың. Хадистен алынатын пайдаларға келетін болсақ, бұл хадистен ең біріншіден біз қадір түнінің уақытын табамыз. Ол Рамазанның, осы хадиске сүйенетін болсақ, Рамазанның соңғы 7 түнінде болады екен. Рамазанның соңғы 7 түнінде болады екен. Сондықтан сол күні адам көбірек құлшылықта ыждағат танытып, жаңағыдай көбірек намаз оқып, көбірек дұға сұрап, көбірек Құран оқып, көбірек зикір оқу керек, және де түнгі намаздарды орындау керек. Енді бізде мынандай сұрақ туындайды. Және де басқа хадистерде қарайтын болсақ, тақ түндері деп келген. Яғни Рамазанның соңғы тақ түні. Сол тақ түнді қалай іздейміз деп айтатын болсақ, осы жерде ғалымдар арасында пікірталас бар. Яғни ода да Алла субханала тағаланың бір даналығы бар. Біреулер айтады, тақ түнді қалай Рамазан келе жатыр, солай санайсыз дейді. Яғни 21-і, 23-і, 25-і, 27-сі, 29-і бізде тақ түндер болып есептеледі. Біреулер айтады, жоқ, біз соңынан санаймыз. Неге? Себебі біз айдың 29-ынан ба, 30-ынан ба бітетінін білмейміз ғой дейді. Олай болатын болса, бізде тақ түндер 22-сі, 24-і, 26-сы, 28-і болады екен, және 30-шы түнде болады екен. Бұның өзінде даналық бар. Сондықтан мұсылман адам осы 10 түннің түгелін құлшылықта өткізгені абзал, себебі сол түндердің бірі қадір түні болуы мүмкін. Және де алынатын пайдалардың бірі, кейбір ғалымдар айтады екен, қадір түнінің уақыты өзгереді. Яғни бір күні, бір Рамазанында мысалы 21 болып қалуы мүмкін, келесі Рамазан 24-сі болып қалуы мүмкін, келесі Рамазан 22-сі болып қалуы мүмкін деген сияқты ғалымдардың пікірі бар. Бірақ Ахмад Нәжми айтады, бірақ дұрысырақ пікір бойынша деп айтады Ахмад Нәжми, ол белгілі бір түн деп айтыр. Белгілі бір түн. Алайда қай түн екенін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам білмеді. Неге? Себебі хадисте бізге келетін келесі хадисте айтады, пайғамбар саллаллаху деп тұр. Мен бұл түнді көрдім, Аллах маған көрсетті дейді, содан кейін ұмыттырды. Не үшін ұмыттырды? Оның даналығы неде? Адамдар құлшылық жасауда ыждағат танытсын деп. Келесі хадисте, Айшаның хадисінде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Тахаррау лейлатал қадр фил ватри минал ашрил ауахир" деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, тағдыр түнін, яғни қадір түнін Рамазанның тақ түндерінде, соңғы 10 түннің тақ түнінде іздеңдер деп айтқан екен. Және де бұл хадис туралы біздер, яғни бұл хадистің алынатын үкімдер туралы біздер сөйлеп кеткен едік. Абу Саид аль-Худридің хадисіне айтады: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана я'такифу фил ашрил аусат мин Рамадан, фa'такафа аман хатта إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر
فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر деп айтады. Абу Саид әл-Худридің хадисіне айтады, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам әдетте қашан i'тикаф жасайтын болған? Рамазанның ортасындағы 10 күнде i'тикаф жасайтын болған. Сөйтіп ол 21 күні шығатын күні шығар алдында, немесе 21 түні шығар алдында ол нағы деп айтты, кімде-кім менімен i'тикаф жасайтын бол, i'тикаф дегеніміз мешітте қалып, Аллахқа құлшылық жасау мақсатымен мешітте қалу, шықпай, мешіттен шықпай, құлшылық жасау мақсатымен мешітте қалу, Кімде-кім менімен i'тикаф жасайған болатын болса, олар соңғы 10 күні, Рамазан соңғы 10 түнінде де i'тикаф жасасын деп тұр. Себебі мен сол түндері қадір түнін маған Аллах көрсетті. Содан кейін мен ұмыт қалдым оны дейді. Және де мен сол қадір түні болатын уақытта, сол қадір түнінің таң намазында мен суға және де балшыққа сәжде қылатынымды көрдім деп айтады. Сондықтан сендер қадір түнін Рамазан соңғы 10 түнде іздеңдер. Және де сол 10 түннің тақ сандарында іздеңдер деп пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады екен. Абу Саид әл-Худри айтады, «Фаматаратис сама тилкал лейла». Сол түні жаңбыр жауды деп тұр. «Ва канал масджиду аля ариш, фавакафал масджид». Мешіттің несі, жаңағындай патолог деп айтады, төбесі неден жасалған дейді, жаңағындай құрма ағаштарының нелерінен, пальма ағаштарына жасалған еді. Жаңбыр жауғаны соншалық дейді, жаңбыр мешітке өтіп кетті деп айтады, сол төбеден өтіп кетті деп тұр. فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Сол уақытта мен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам маңдайына қарадым, сол маңдайында су мен балшықтың ізін көрдім деп айтады Абу Саид әл-Худри. Және де бұл қашан болды? 21 күні ол, 21 күні болды. Бұл хадистен алынатын пайда, бұл манағы қадір түнін қашан іздейтіндігін осы хадистен аламыз. Және де осы жерден алынатын пайдалардың бірі, біріншіден i'тикафтың біздің дінімізде сүннет екендігіне дәлел бар осы хадисте. Екіншіден, бұл i'тикафтың сүннеттілігі қаттырақ болады Рамазан айында, себебі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам i'тикафты Рамазан айында жасайтын болған. Үшіншіден алынатын пайда, бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама жаңағыда мына сөзден алынады, мен қадір түнін көрдім, сосын ұмыт қалдым деген сөзден алынады. Бұл о жерде діни бір пайда бар, және де діни бір даналық бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қадір түнін ұмытуы, ол қандай пайда? Адамдар сол қадір түнін іздейміз деп көбірек құлшылық жасау, құлшылыққа деген талпыныстарын таныту үшін деп тұр. Келесі пайда, бұл хадистен қандай ғалымдар дәлел алды? Қадір түні 21 түні болатындығына соны дәлел қылып келтірді. Осы хадисті ғалымдар осы хадисті келтіреді, 21 түні қадір түні болады деп. Алайда пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама нағыл деп айтты, оны соңғы 10 түні іздеңіз, және соның тақ сандарында іздеңдер деп пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бізге бұйырған екен. Келесі бап, Абдул-Ғани әл-Мақдисидің келтірген келесі бабы, ол айтады, бабул i'тикаф, i'тикаф бабы. I'тикаф дегеніміз, яғни тілдік мағынасы, араб тілінде i'такафа деген мағынасы, бір нәрсені ұстанып алу, және де сол жерден, сол нәрседен ажырамау деген сөз. Ал шариғаттағы, ислам фиқындағы анықтамасы i'тикафтың бұл мешітке Аллахқа құлшылық қыламын деген мақсатпен түнеу, бірнеше күн бойы түнеу, мешітте қалу, мешіттен шықпау деп айтады. Осыны i'тикаф деп айтады. Бірінші хадис келтірген имам Абдул-Ғани әл-Мақдисиден, ан Айша радияллаху анха анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана я'такифу фил ашри ал-авахир мин Рамадан хатта таваффаху Аллаху thumma i'такафа азважуху мин ба'дихи. Айша анамыз радияллаху анха айтады, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллама Рамазанның соңғы түндерінде i'тикаф жасайтын болған. Аллах оны өзіне алып кетпейінше деп тұр. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін оның әйелдері де i'тикаф жасайтын деп Айша радияллаху анха айтады. Ва фи лафз
Бұл хадистің басқа риwayatында кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам я'такифу фи кулли рамадан фаида саллал гадата жаа маканаху аллази i'такафа фихи деп тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалама әрбір рамазан сайын этикаф жасайтын болған, және этикафқа қашан кіретін болған, таң намазын оқыған соң этикаф жасайтын орнына бағытталатын болған деп Айша радиаллаху анха айтады. Бұл хадистен алынатын пайда, біз көптеген пайдалар аламыз осы жерден. Ахмад Нажви келтірген. Біріншіден, этикафтың құлшылық екендігіне дәлел, және этикаф бұл біздің шариғатымызда сүннет амал, мустахаб амал болып есептеледі. Сол этикаф мәселелеріне атап өтетін болсақ, бірінші мәселе, этикаф жасау үшін қандай мешіт шартталады? Кейбір ғалымдар айтқан екен, бұны тек қана 3 мешітте жасауға болады деп айтады. Яғни Мәсжидул Харам, Меккедегі Мәсжид Харам, Мәсжидул Набауи, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Мединадағы мешіт деп айтады, және де Бейтул Мақдис, және Иерусалимдегі Мәсжидул Ақса мешіті. Алла субханала тағала мұсылман бауырларымызға көмек берсін сол жақтағы. Екінші пікір, ол түгел мешіттерде болады, алайда ол мешіт жұма оқылатын мешіт болу керек. Жұма оқылатын мешіт болу керек. Неге? Себебі этикаф жасайтын адам жұма уақытына түсіп қалса, жұма намазын оқи алатын жағдайда болу керек. Және де үшінші пікір, әрбір мешітте жасай берсе болады деп айтыр этикафты. Ахмад Нажми айтады, егерде, дұрысырақ пікір бойынша, егерде бұл адам этикаф жасаған кезде жұма күніне түсетін болса, ол кезде жұма намаз оқылатын мешітте этикаф жасағаны дұрыс деп тұр. Ал егерде жұма оқымайтын болса, мысалы басқа күндері 2-3 күн этикаф жасайтын адам болатын болса, оған жұма оқылмайтын мешітте де этикаф жасай берсе болады. Келесі мәселе, әйелге этикаф жасауға бола ма, болмай ма? Әйел адамға этикаф жасауға бола ма, болмай ма? Бұл хадисті қарайтын болсақ, Айша анамыз айтып тұр, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелдері этикаф жасайтын болған. Сондықтан кейбір ғалымдар оған қарамастан әйел адамға этикаф жасауға болмайды деп айтқан. Бірақ осы хадиске сүйене отыра, дұрысырақ пікір бойынша ғалымдар айтады, болады, бірақ шартпен қандай? Әйел адам фитнаға еркектерді ұшыратпау керек. Мысалы, бөлек бөлмелер болса, мысалы да, немесе махрамы қасында болса, қасында жаңағындай немесе күйеуі, немесе ағасы, інісі, баласы болатын болса, ондай әйелге этикаф жасауға болады. Қашанда егерде фитнаға адамдарды соқтыртпайтын болса. Келесі мәселе, этикаф орындайтын адам ораза ұстауы шарт па, шарт емес па деген мәселе. Имам Малик пен имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхима бұлар шарт деп айтқан. Яғни этикаф жасайтын адам ораза ұстауы шарт деп айтқан. Неге? Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалама олардың айтуы бойынша ол Рамазан айында этикаф жасайтын болған. Рамазанда адам ораза ұстайды, сондықтан басқа уақытта да ораза ұстаған күйінде этикаф жасау керек деп айтқан. Ал Хамбали мен Шафии мазхабына келетін болсақ, бұлар айтады, этикаф жасауға ораза ұстау шартталмайды, себебі ол екі бөлек ғибадат. Сондықтан және де оларға дәлелдің бірі, бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шауал айында этикаф жасағандығына дәлел. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шауал айында этикаф жасады деген хадис бар. Сол бізге оразасыз этикаф жасауға дәлел, себебі бұл хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ораза ұстады деген сөз келмеген. Және де басқа бір хадисте бізге келеді, Омар ибн Хаттаб Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан рұқсат сұрайды, мен жаңағыдай мүшрик кезінде, көп құдайшыл кезінде бір назір айтқан едім, Мәсжид Харамда, Меккеде этикаф бір түн өткіземін деп айтқан. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған айтады, сол этикафынды, сол нәзірінді орында деп айтады. Ал түнде адам ораза ұстамайды деп осы ғалымдар осындай дәлелдерді келтірген екен. Және де ол дұрыс. Келесі мәселе, этикаф жасайтын адам, этикаф жасайтын орнына, мешітке қашан кіреді деген мәселе. Кейбір ғалымдар айтады, яғни этикаф, мысалы, 21-ші түні кіреді. Яғни 20-ші күн бітеді ғой, 21-ші түні, яғни 21-ші күндіз емес, түні мағриптан кейін келіп отырып алады деп айтады. Яғни 20-ші күні мағриптан кейін, шам намазынан кейін келіп этикаф жасайтын орнына барады деп айтады. Кейбір ғалымдар айтады, жоқ, 21-ші күннің таң намазына барады, себебі мана Айшаның хадисінде келгендей, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазын оқып барып этикаф жасайтын болған, және де бұл пікір дұрысырақ пікір, Аллаху а'лам. Және де бұл жерден
алынатын пайдалар тағы да мәселелердің бірі, және ол мәселе келесі хадисте келеді. Сол хадисті оқиық та, сосын осы мәселені талқылай салайық. Ол хадисте Айша анамыз айтады: "Аннаха канат турajjilu набия саллаллаху алейхи ва саллям ва хия хайд ва хуа му'такифу фил масджиди ва хия фи худжратиха юнавилуха рa'саху ва фи риваятин ва кана ла ядхулу аль-байта илля ли хаджати аль-инсан ва фи риваятин анна Айша радияллаху анха قالت ин кунту ла адхулу аль-байта лил хаджати вал мариду фихи фама ас'алу анху илля ва ана марра" деп тұр. Айша радияллаху анха айтады: пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама мен хайыз күйінде болған кезде, ол өзі этикаф жасап жатқан кезде, ол мешіттен менің бөлмеме басын кіргізіп, не істейтін болған? Басын тарататын болған деп тұр. Басын тарататын болған деп айтады, иә. Басқа риwаятында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям этикаф жасайтын болса, үйіне кірмейтін болған. Тек қана қажетін, дәретін сындыру үшін ғана кіретін болған үйіне, иә. Басқа риwаятында Айша радияллаху анха айтады: мен этикаф жасайтын болсам, яғни Айша өзі айтып тұр, мен этикаф жасайтын болсам, мен үйге қажеттілігім жаңағы дәрет сындыруға кіретін болдым. Және де үйде бір ауру адам болса, аурудың хал жағдайын сұрамайтын болғанмын дейді. Қасынан өтіп, тек қана қасынан өтіп бара жатқан кезде қалайсың деп сұрап кететін болғанмын. Қасына келіп, хал жағдайын сұрамайтын болғанмын, тек өтіп бара жатсам ғана сұрайтын болғанмын деп Айша радияллаху анха айтады. Бұл хадистен алынатын пайдалардың бірі, бұл алдыңғы хадисте өтіп кеткен мәселе. Этикаф жасайтын адам, ауру адамды зиярат қылуға бола ма, болмай ма, жаназаға қатысуға бола ма, болмайды деген мәселе дұрысырақ пікір бойынша болмайды. Яғни этикаф жасайтын адам, ол этикафқа кірді, мешіттен шықпау керек. Я біреу ауыр қалса зияратқа шықпау керек, немесе жаназа болса жаназаға бармау керек. Ол Ахмад Нажмидің осылай айтады. Тек қана шарт қоймаса. Яғни бір досы бар, ол айтады: сен ауырсаң, мен сені зиярат қыламын деп уәде береді. Сөйтіп этикаф жасап отқан кезде сол бауыры ауырып қалса, соны зиярат қылуға болады деп Ахмад Нажми айтады. Немесе бір адамға уәде береді: сен қайтыс болсаң, мен сен жаназаңа әлбетте қатысамын деп уәде беріп қояды. Сөйтіп этикаф жасап отқан кезде сол адамның жаназасы болып қалса, жаназасына бара алады. Яғни шарт болса ғана бара алады деп айтады, шарт болмаса бара алмайды. Келесі пайдалардың бірі, ол хадистен алынатын: этикаф жасайтын адам мешіттен денесінің бір бөлігін шығарса, кейбір бөліктерін шығаратын болса, бұл этикафты бұзбайды. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басын шығарған. Үйіне тіпті басқа риwаяттарда келеді, мынандай бір терезе, кішкентай терезе болған. Сол терезеден Айшаның үйіне басын кіргізеді. Айша пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның шашын тарап беретін болған. Және де бұл жерден тағы да алынатын пайдалардың бірі, егерде бір адам мынандай нәзір айтатын болса, мен пәленше жерге кірмеймін деп нәзір айтады. Мен егер пәленше жерге кірсем, мысалы 10 күн ораза ұстаймын деген нәзір айтады. Сөйтіп, сол жерге қолын кіргізіп қалса, немесе аяғын кіргізіп қалса, бүкіл денесімен емес, бір бөлігін кіргізіп қалса, ол да нәзір бұзылмайды. Осы нәрсемен нәзір бұзылмайды. Нәзір бұзылу үшін толық денесімен кіру керек екен, себебі бұл хадистен осындай пайдаланады екен. Келесі пайдалардың бірі, бұл этикаф жасайтын адам мешіттен шыға алмайды. Тек қана жаңа қажеттілігін өтеу үшін. Қажеттілігін, яғни дәретін сындыру үшін. Бірақ Ахмад Нажми айтады, қазіргі мешіттерде дәретханалар, альхамдулилля, мешіттің ішінде. Ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде дәретханалар мешіттің ішінде болмады. Сондықтан қазір тіпті мешіттен шығатын не жоқ деп айтады. Қажеттілік жоқ деп айтады. Тіпті тамағы мен сусының үйден біреу алып келгені дұрыс дейді. Егерде тамақ пен суын үйден алып келетін немесе даладан алып келетін бауырлары болмаса, шығып тамақтанып қайттан кіру керек. Және де бұл хадистен алынатын пайдалардың бірі, еркек кісіге шаш өсіріп, шашын қарау сүннет екендігіне дәлел. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шашы ұзын болған, бір хадистерде осы құлақтың мына жеріне кіретін болған деп айтады. Бір хадистерде иығына дейін түсетін болған деп айтады. Сондықтан шашты еркек адамға өсіру бұл сүннет болып есептеледі, және өсірген соң оны дұрыстап жуып, қарап жүру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым тарап жүретін болған. Яғни мұсылман адам алба-жұлба қалай болса солай жүрмеу керек, жоқ әдемі болу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям сияқты. Және де бұл жерден алынатын пайдалардың тағы да бірі, хайыз адам, хайыз әйел күйеуіне қызмет қыла алады, күйеуін тарай алады, күйеуі оның
тіпті кеудесінде жата алады, немесе санында жата алады хадистерде келгендей. Неге біз оны айтамыз? Себебі кейбір басқа діндерде бұл нәрсе рұқсат етілмейді. Яғни хайызы келген, етеккірі келген әйел кісімен тіпті бір үстелдің үстінде отырып тамақ жемейді кейбір діндерде. Біздің дініміз жоқ. Ислам діні бұл жерден жеңілдік діні, мейірімділік діні, ондай нәрсеге не бармайды. Тек қана хайыз әйелмен не істеуге болмайды, жыныстық қатынас жасауға болмайды. Келесі хадис: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف وفي ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك деп айтады. Умар ибн Хаттаб пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады екен: ей Аллахтың елшісі, мен жахилет кезінде, яғни әлі исламға кірмей тұрған кезінде, Масжид Харамда, Меккедегі мешітте этикаф жасаймын деп нәзір айтып қойған едім. Сол, яғни қандай бір түнді сол жерде этикаф қыламын деп нәзір еткен едім деп айтады. Бір риуаятында күнді деп айтады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: нәзіріңді орында деп айтады. Нәзіріңді орында деп айтады. Бұл хадистен алынатын пайда, ең бастапқы пайда, мұсылман емес адам бір нәзір айтатын болса, бұл нәзірін ислам қабылданғаннан кейін өтеу керек деген пайданы аламыз. Және бұл жерде жалпы усули қағида бар. Усули, яғни усул фихта айтылатын бір мәселе бар. Бұл не? Мұсылман емес адамдар шариғаттың үкімдерімен яғни міндеттелген бе? Яғни олардың мойнында сол нәрсе бар ма, жоқ па деп айтылған кезде, дұрысырақ пікір бойынша олар міндеттелген, бірақ оны орындау үшін олар оның шарты ислам қабылдау керек. Яғни бұлар қиямет күні намаз жасаған үшін, ораза ұстаған үшін сұралады. Ал дүниеде намаз оқығысы келсе, қабылданған намаз оқығысы келсе, ислам қабылдау керек. Содан кейін намаздары қабыл болады. Осылай ғалымдар, біздің ғалымдарымыз түсіндіреді екен. Келесі, бұл хадистен алынатын тағы да бір өте маңызды пайда. Адам, яғни этикафтың уақыты қандай? Бір күн, 2 күн, 3 күн, 10 күн, 1 ай. Бұл хадистен алынатын пайда, адам тіпті бір күннің бөлігін этикаф жасаса болады. Бір түннің бөлігін этикаф жасаса болады. Яғни ол не деген сөз? Мысалы, бір адам шаруалары жоқ, асыр кезінде мешітке кіреді, этикаф ниетін қоя салса болады да, ишаға дейін шыққанға шейін этикафтың сауабын алады. Сондықтан этикафтың белгілі бір уақыты жоқ. Осы хадис осыған дәлел. Және де имам Абдул-Ғани әл-Мақдиси келтірген соңғы хадис осы бапта, және де біздің ораза кітапта келтірген соңғы хадис: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب депті. София бинти Хуей анамыз радиаллаху анха, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелі, өте әдемі әйел болған, яхуд әйел болған, ислам қабылдаған. Сол кісі радиаллаху та'ала анха айтады: пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам этикаф жасайтын кезде мен оған түнде зиярат қылып келетінмін деп тұр. Және де біз екеуміз әңгімелесетінбіз деп тұр. Сөйтіп әңгімелескеннен кейін мен тұрып кетейін десем, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрып мені шығарып салатын болған деп тұр. Фамарра раджулани минал ансар. Сөйтіп бір күні сөйтіп бара жатсақ, қасымыздан 2 ансардан болған кісі өтіп бара жатқан дейді. Фаламма раая Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам асра'a фил маши. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрген кезде тез жүре бастады деп тұр. Фақала наби саллаллаху алейхи вассалам аля рисликума иннаха Софияту бинти Хуей деп тұр. Ей, асықпаңдар дейді. Бұл әйел мен қасындағы София бинти Хуей деп тұр. Фақала, яғни неге айтыр? Бұл бөтен әйел емес маған, бұл менің әйелім. Жаман ойлап қалмаңдар деп тұр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фақала, сол кезде мана 2 адам нағып айтады: Субханаллахи я Расулаллах. Ей, субханалла, Аллахтың елшісі дейді. Сен туралы олай ойламаймыз ғой деп тұр. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: инна шайтана яджри мин ибни адам мажраддам. Расында шайтан адам баласының денесінде қан қалай жүреді, солай жүреді деп тұр. Ва инни хашиду ан яктифа фи кулубикума шарран деп тұр. Сондықтан олар сендердің жүректеріне бір жаман нәрсе салып қояды деп қорықтым деп айтады. Қорықтым деп тұр. Және де басқа, ол хадистің басқа риуаятында
бұл Рамазан айының соңғы 10 күнінде болды деген, яғни этикаф бұл оқиға Рамазан айының соңғы 10 күнінде болды деген сөз келеді. Бұл хадистерден алынатын пайда, этикаф жасайтын адамға әйелі келіп зиярат қылса болады, басқа адамдарды зиярат қылса болады. Және бұл жерден алынатын пайда, этикафта отырған адам әйелімен сөйлессе болады деген мағынаны пайданы аламыз. Және де әйелін шығарып салса болады деген пайда аламыз. Және де тағы да бір пайда, бұл не? Адам әрдайым шайтанның уасуастарынан аулақ болуы. Себебі шайтан әрдайым адамды адастыруға, оның ойына жаман ой салуға, жаман пікірлер келтіруге, сондай уасуас жасауға өте қатты талпынады және де тырысады. Әсіресе ол екі жақын бауырды, әйел мен күйеуін, ата-ана мен баланың арасында, немесе бауырлардың арасында осындай бірне жаушылық туғыздырғысы келеді. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар бола тұра нағыл деп айтты, бұл Сафия, жаман ойлап қалмаңдар, бұл менің әйелім деп айтты. Және бұл жерден тағы да алынатын пайда, адам өзі бір басқа адамдар жаман түсініп қалады-ау деген сөздер айтып қалса, немесе жаман түсініп қалады деген жағдайда болып қалатын болса, соны түсіндіру керек. Мен осындай мақсатпен жасап жатырмын, оны жаман ойлап қалмаңдар деп, және шайтанға жол бермеу керек. Осылайша біз ораза кітапты бітірдік Аллахтың қалауымен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.